Başlayalım. Sertifikasi dengan kanal negizgi лекциялардың 8-ші сынып оқушысы Тұрсынбай Бәкір. Менің ғылыми жобамның тақырыбы ағылшын тілін үйренудегі тиімді программалар. Қазіргі таңда күн санап ағылшын тілін үйренгісі келетін адамдардың саны көбеюде. Алайда олардың ағылшын тілін бастағаннан кейін мотивациясы немесе курс сатып алу ақшалары болмай қалады. Сол тақырыптарды мен жобамда қамтыдым. Яғни қазіргі таңда ағылшын тілін үйренудегі программалардың тиімділігі күн санап артып келеді. Қазіргі таңда ағылшын тіліндегі программалар да көптеп шығып келеді. Онымен қоса үйренушілердің мотивациялары мен қызығушылығын арттыруға да ықпал ететіндігі анықталды. Ағылшын тілі әлемдік, халықаралық қатынастық және білім мен дамудың негізгі тілі. Елбасымыз өз жолдауында Қазақстан бүкіл әлемде үш тілді пайдаланып, жоғары білімді ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар қазақ тілі, яғни мемлекеттік ана тілі. Орыс тілі қолданылатын тіл болса, ал ағылшын тілі жаһандық экономикадағы ойдағыдай кірігу тілі деп аталады. Менің ғылыми жобамның зерттеу мақсаттары мен міндеттері. Ғылыми жобамда тиімді программалар тізбегін құрып, қызығушылықтарын анықтадық және тілдік дағдыларды дамытып, жаңа әдістерді ұсындық. Ағылшын тілін үйренуде қолданылатын тиімді программалар тізбегін құрып, оқушылардың қызығушылығын анықтадық және тілдік дағдыларды дамытып, үйренушілердің программа қолдану арқылы тілдік дағдыларын дамыту үдерісін бақыладық. Зерттеу әдістерін 4 топқа бөліп қарастырдық: теориялық, сауалнамалық және эксперименттік кейстік зерттеу. Теориялық әдісте программалардың ағылшын тілін үйренудегі тиімділігін теориялық тұрғыда зерттеп, олардың қолдану артықшылықтары мен кемшілігін анықтадық. Сауалнамалық әдісте біз бір апта бойы дәстүрлі, яғни кітаптық ағылшын тіліндегі кітаппен жұмыс жасадық, ал келесі аптада біз оқушыларға осындай программалар арқылы ағылшын тілін үйреттік. Әрине оқушылардың басым бөлігі программамен үйренген оңайырақ әрі тиімдірек деген ұсыныстар қабылдады. Эксперименттік әдісте ағылшын тілін үйрететін оқушылармен тәжірибе жүргізіп, программаларды қолдану нәтижесін салыстырдық. Яғни ағылшын тілін жақсы білетін оқушылар мен ағылшын тілін оқығысы келетін оқушылардан видеороликтер, яғни ағылшын тіліндегі подкасттарды көруге ұсыныс қабылдадық. Яғни олар осы подкасттарды ютубтан қарап, олар өздерінің ағылшын спикинг, рейдинг, райтинг сынды өз тілдерін дамытты. Мультимедиа технологиясын басқару. Ең біріншіден оқу тиімділігі, яғни оқу материалын терең түсінуге, оқу мотивациясының артуына және алынған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына ықпал етеді. Интерактивті оқыту, яғни интерактивті тақталардан және осындай программалардан оқыту арқылы оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, оқу процесін қызықты әрі тартымды етеді. Ал жеке қажеттіліктерге келетін болсақ, әр оқушының жеке қабілеттері мен оқу қарқынына сәйкес материалдарды ұсындық. Ең тиімді ағылшын тіліндегі программалардан келетін болсақ, олар Duolingo, Moodle және Skype сынды программалар. Duolingo бізде оқушыларға арналды. Ағылшын тілін үйренгісі келетін адамдарды ойнап отырып, осы программа арқылы ойнап отырып үйретеді. Сіз ең алғашында программаға кірген сәтте сіз өз деңгейіңізді анықтап, программаны ары қарай жалғастыра аласыз. Әр күнде әртүрлі тапсырмалар, сіздің өзіңіздің спикинг, рейдинг сынды тапсырмаларыңызды анықтап, өз деңгейіңізді көтере аласыз. Ал Skype бағдарламасына келетін болсақ, ол ағылшын тілін жақсы білетін, жетік меңгерген адамдармен бейне қоңырау арқылы, яғни осы сайттарда үйренген заттарымызды практика жүзінде Skype бағдарламасында ағылшын тіліндегі адамдармен практика алмастыруға болады. Мобильдік қосымшалармен оқу бағдарламалары. Қолжетімділік. Кез келген уақытта, кез келген сәтте программаны ашып, өз деңгейіңізді дамыта берсеңіз болады. Және тыңдаударыңыз таңдалады. Аудиоматериалдар арқылы тыңдау қабілетін дамытсақ, тілдік тәжірибеде тілді үйренушілермен тікелей байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Ал білім бақылауында үйрену процесін қадағалап, нәтижелерді көрсетеді. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл статистика, яғни дәстүрлі оқыту мен программалар арқылы оқыту. Бізде оқушылар көбінесе программа арқылы оқытуды таңдайды, себебі олар оқушыға тез әрі түсінікті. Тілдік дағдыларды дамыту, тыңдау, сөйлесу, оқу, жазу сынды дағдыларды біз осы программалар арқылы дамытсақ болады. Яғни мұғалім бере алмаған тапсырмаларды программа арқылы тез әрі жылдам үйренуге болады. Қиындықтармен шешіледі. Кез келген нәрсенің қиындықтармен шешілері болады. Яғни біз ұялы телефоннан тапсырма орындағандықтан бізде қиындықтар туындайды. Яғни ол қиындықтар интернетке және қажетті құрылғыларға қол жеткізу мәселесі, құрылғылардың техникалық ақаулары болса, ал олардың шешімдері технология енгізілген кезеңде қолдау көрсету, оқушыларға жеке көмек көрсету және оқушылардың қажеттіліктерін ескеру.
тиімділік. Цифрлық технологиялар білім беру процесін қызықтырады, тиімділік. Қызығушылық. Оқулардың процесінде қызығушылығын арттырады, даму. Тілдік дағдыларды дамытуға, оқу материалдарын тиімді қабылдауға мүмкіндік береді. Оқушылар қазірден бастап ағылшын тілін осы программалар арқылы үйренсе, болашақта өздеріне ағылшын тілін керек екенін түсініп, ары қарай өздерін дамыта болады. Сәлеметсіздер ме? Мен Қайнарбұлақ негізгі мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Бұхарбаева. Менің бүгінгі қорған деп жатқан жобамның тақырыбы картоптан энергия алу. Энергия адамзат өмірінің негізгі қажеттіліктерінің бірі. Әлемде энергия көздеріне деген сұраныс күн санап артып келеді. Ал дәстүрлі энергия көздерінің сарқылуы балама тәсілдерді іздеуге итермелейді. Осы тұрғыда табиғи өнімдерден, соның ішінде картоптан энергия алу экологиялық таза әрі қолжетімді әдістердің бірі ретінде үлкен қызығушылық тудырады. Картоптың құрамында электр энергиясын өндіруге мүмкіндік беретін табиғи электролиттер бар. Бұл оны жаңаша зерттеулерге лайық мысал етеді. Менің жобамның мақсаты картоптың электр энергиясын өндіру мүмкіндіктерін зерттеу және оның тиімділігін анықтау. Менің міндетім картоптың химиялық құрамын және оның электроөткізгіштік қасиеттерін зерттеу. Эксперименттік түрде картоптан алынатын электр энергиясын өлшеу. Әртүрлі факторларды, металдар түрі, картоп көлемі, сақтау шарттары, алынатын энергияға әсерін анықтау. Картоптан энергия алудың практикалық қолдану мүмкіндіктерін қарастыру. Менің жобамның жаңашылдығы электр энергиясын өндірудің экологиялық және экономикалық тиімділігін көрсету, басқа да металдардың, басқа да көкөністер мен жемістердің картоппен салыстырмалы талдауы, мектептерде күнделікті өмірде электр энергиясын өндіру мүмкіндіктерін ұсыну, кіріспе бөлімінің бұл құрылымы зерттеу тақырыбының маңыздылығын ашып, негізгі мақсаттары мен міндеттерін айқын көрсетеді. Теориялық бөлім электр энергиясы және оның табиғи көздері. Электр энергиясы электр зарядының қозғалысы нәтижесінде пайда болатын энергия түрі. Электр энергиясы негізгі энергия көздерінің бірі болып табылады. Оны өндіру үшін көмір, табиғи газ, су, жел, күн сәулесі сияқты көздер қолданылады. Табиғи көздердің электр энергиясын алу қоршаған ортаны қорғаудың маңызды бір бөлігі болып саналады. Электрлі химиялық реакциялар, тұздар, қышқылдар және металдардың рөлі. Электр энергиясын алу негізінен гальваникалық элементтің жұмыс істеу принципіне негізделген. Оның құрамында екі түрлі металл электрондар, мыс және мырыш, тұздар мен қышқылдар ерітіндісінде орналасады. Картоптың құрамындағы тұздар мен қышқылдар электролит ретінде қызмет етіп, иондардың қозғалысын қамтамасыз етеді. Келесі бізде картоптың химиялық құрамының электрөткізгіштікке әсері. Картоп құрамында табиғи электролиттер бар көкөніс. Оның құрамындағы судың көп мөлшері 75-80%. Көмір сулар, минералды тұздар, калий, натрий, органикалық қышқылдар бар. Электрөткізгіштікке негізінен картоптағы тұздар мен қышқылдар жауап береді. Олар металдармен әрекеттескенде иондар алмасу реакциясын тудырады. Ол реакциялар электрөткізгіш қасиетін арттыруға ықпал етеді. Келесі бізде биологиялық материалдардан энергия алу туралы сөз. Биологиялық материалдардан энергия алу ғылымда дамып келе жатқан қызықты бағыттардың бірі. Бұл әдіс биохимиялық процестер мен табиғи электролиттердің қасиеттерін пайдалануға негізделген. Жемістер, көкөністер және басқа да биологиялық материалдардың құрамындағы минералды тұздар мен органикалық қышқылдар оның электрөткізгіштік қасиетіне жауап береді. Және ол экологиялық таза әрі қолжетімді әдістердің бірі ретінде қызығушылық тудырады. Және білім беру саласында тиімді әдіс болып табылады. Зерттеу әдістері тәжірибеге қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар, картоп, сапалы және жаңа металл электрондар, мыс және мырыш пластиналар, сымның электр тізбегін құру үшін, кішкентай шам топты анықтау үшін, вольтметр немесе амперметр топпен кернеуді өлшеу үшін, пышақ картопты кесу үшін, тіреу платформа немесе тұрақты негіз. Эксперимент алу құрылғының сызбасы. Біріншісі картоп бірнеше бөлікке бөлінеді немесе бүтінде қолданылады. Екіншісі әрбір картоптың бөлігіне мыс және мырыш пластиналары салынып, сымдар арқылы қосылады. Электродтар арасындағы потенциал айырмашылығы вольтметр арқылы өлшенеді.
барысында қолданылған әдістер. Біріншісі бізде бақылау әдіс, екіншісі эксперименттік әдіс, үшіншісі салыстырмалы әдіс, төртіншісі өлшеу әдісі. Тәжірибелік бөлім катодтан энергия алу тәжірибесінің методикасы. Зерттеудің бірінші кезеңі катодтан электр энергиясын алу үшін құрылғыны жинақтау және тәжірибеге жаңа және сапалы катодтар қолданылды. Екі түрлі металл электродтар мырыш пластиналары салынды. Әрбір электрод катодтың әр бөлігіне салынып, сымдар арқылы қосылды. Әрбір тәжірибеден кейін ток өндіру қабілеті өлшенді және нәтижелер вольтметр және амперметр арқылы тіркелді. Тәжірибе барысында катод арқылы ток пен кернеу арасындағы энергия алу зерттелді, нәтижелері тіркелді. Және де келесі бізде әртүрлі металдардың бөлігі мыс, мырыш электродтары электр энергиясын өндіруге мыс және мырыш электродтары қолданылды. Мырыш анод ретінде қызмет етіп электрондарды босатса, мыс катод ретінде қызмет етіп электрондарды қабылдайды. Бұл екі металдың электр тізбегіндегі рөлі үлкен. Тәжірибе кезінде мыс және мырыш электродтардың әртүрлі комбинацияларымен жасалған катодтан алынатын ток күшімен кернеуі, ток алу мүмкіндіктері зерттелді. Катодтан алынған кернеу мен ток күші көрсеткіштері тәжірибелер нәтижесінде катодтан алынған ток күші мен кернеуі анықталды. Тәжірибелер нәтижесінде әртүрлі катодтың көлемдері мен сақталу түрлері, ток пен кернеу арасындағы байланыс анықталды және катодтың әртүрлі сақталу түрлері, сақталу жағдайлары электр энергиясын өндіруге әсері зерттелді. Тәжірибе нәтижесінде катодтың ең үлкен көлемді және жаңа піскен көлемдері, жаңа піскен катодтар ең үлкен электр энергиясын ток пен күшке бергені анықталды. Келесі бізде басқа көкөністер мен жемістердің салыстырмалы тәжірибелері. Тәжірибе барысында алма, лимон сияқты басқа жемістер мен көкөністерде болды. Ол жемістер мен көкөністердің электр өткізгіштік қасиеті салыстырылды және де олардың алма мен лимонның электр өткізгіштік қабілеті болды, бірақ ол катодпен салыстырғанда өткізгіш оның ток күші мен кернеуі әлдеқайда төмен болды. Катодтың құрамындағы минералды тұздар мен органикалық қышқылдар оның электролиттік қасиеттерін жақсартады және осы жүргізілген тәжірибе бізге катодтың ең қолайлы материал, электр энергиясын өндіруге қолайлы материал екенін көрсетті. Және айта келе катодтан алынған ток кернеу мен ток күші ең жоғарғы ток күші 0,09 миллиампер, ал кернеу 1,5 вольт болды. Келесі бізде мен осы жобамды қорытындылай келе тәжірибелер нәтижесінде катод энергия алуға қолайлы материал екенін көрсетті және катодтың энергиясының тұрақтылығы шектеулі, яғни уақыт өте келе ол төмендейді, бірақ оның төмен тұрақты болған оның Баса бұл сөйлемді өсі қырқасыға оның қадағыша мен қорытылай келе катод тәжірибеде энергия алуға тиімді материал екенін көрсетті. Катодтың құрамында минералды тұздар мен органикалық қышқылдар оның электролиттік қасиеттерін арттырады және оның катодтың электр
қолданылуы мүмкін. Және оның катодтың электр энергиясын өндіру мүмкіндігі шектеулі болғанына қарамастан, ол білім беру саласында және ғылыми зертханаларда қолданылуы мүмкін. Болашақта зерттеудің жетілдіру жолдары. Болашақта зерттеу бірінші жылға жетілдіруі мүмкін. Біріншісі электр энергиясын тұрақтылығын арттыру үшін басқа да электродтарды зерттеп қолдануды зерттеу қажет. Келесі бізде екіншіден катодтың басқа да түрлерін салыстыру қажет. Яғни қазіргі таңда әртүрлі катод әртүрлі энергия көздерін береді. Яғни тиімділігі әртүрлі болады. Солардың қарастырып тиімділігін салыстыру қажет. Мен осы жобамды қорытындылай келе, осы жаңа айтылған әдістерді өзімнің жобама қосып, алда дамытқым келеді. Я ученица 7 класса А2 Б. Исследовательская работа. Тема «Армия как объект лингвистического изучения». Армия — это не просто формальное значение, а сложный культурный феномен, который отражает языковые, социальные и культурные аспекты японского общества. В данной работе мы рассмотрим армию как объект лингвистического изучения и проанализируем его языковые особенности. Культурный контекст и влияние на изучение японского языка. Первое. Японские особенности аниме. Аниме характеризуется разнообразием языковых стилей и диалектов, что делает его интересным предметом для лингвистического анализа. Сленг и жанр. Многие персонажи используют специфические выражения и сленг, что может отражать их возраст, социальное положение и личные характеристики, культурные референции. Аниме часто включает отсылки к японской культуре, истории и традициям, что требует от зрителей знания этих аспектов для полноценного понимания. Стиль общения. Разные жанры аниме используют разные стили общения. Например, в романтических комедиях могут преобладать фразы с элементами флирта, тогда как в экшенах более прямолинейные и агрессивные высказывания. Второе. Аниме и изучение языка. Аниме стало популярным инструментом для изучения японского языка среди иностранных студентов, аудирования и произношения. Просмотр аниме помогает улучшить навыки аудирования и восприятия японской речи на слух. Лексика и фразеология. Здесь зрители могут расширить свой словарный запас, запоминать новые слова и фразы, используемые персонажами. Культурный контекст. Аниме предоставляет контекст для использования языковых конструкций, что помогает лучше понять их значение и применение. Третье. Социолингвистика аниме. Аниме также является интересным объектом для социолингвистического анализа. Гендерное различие. Исследования показывают, что мужчины и женщины могут использовать разные языковые формы и стили в зависимости от их роли в сюжете. Социальные классы. Язык персонажа может отражать их социальный статус и происхождение, что позволяет анализировать социальную структуру японского общества. Влияние на молодежную культуру. Аниме формирует новые языковые нормы и тренды среди молодежи, что может повлиять на современный японский язык. Четвертое. Заключение. Аниме как объект лингвистического изучения открывает множество возможностей для анализа языка, культуры и общества. Оно служит не только средством развлечения, но и ценным ресурсом для изучения японского языка и понимания японской культуры. В будущем стоит продолжить исследовать аниме с лингвистической точки зрения, чтобы лучше понять его влияние на язык и общество. ғылыми жобаның тақырыбы медиа мәтіндегі қателердің қазақ тілінің дамуына әсері. Мазмұны. Кіріспе негізгі бөлім. Медиа мәтін ұғымы және мазмұнға бөлім. Қазақ тілі бұқаралық ақпарат құралдарында жиі кездесетін тілдік қателер, қателердің тіл мәдениетіне және дамуына әсері. Жас ұрпақтың тілді қабылдау
қазақ тіліне әсерін қарастырылады. Медиамәтін ұғымы және оның қоғамдағы рөлі. Медиамәтін ақпарат құралдары арқылы ұсынылатын жазбаша немесе ауызша түрде берілетін мәтін. Бұл мәтіндердің қоғамға әсері зор. Өйткені көпшілік осы мәтіндер арқылы тілдік үлгі алады. Қазақ тілі бұқаралық ақпаратта жиі кездесетін тілдік қателер орфографиялық қателер, яғни қанша жазылған сөздер, қатысу орнына қатысу, грамматикалық қателер, есептер, шақ, рай, синтаксистік қателер, сөйлем құрау заңдылықтарын бұзылуы, стильдік қателер және терминдердің бұрмаланып берілуі. Мысалы, бүгінгі таңда орынсыз қолдану, трафик тіркесі, жүйелі жұмыс істеуіміз қате сөз тіркесі. Себебі жүйелі жұмыс жүйе арқылы істелетін жұмыс емес. Қателердің тіл мәдениетіне және дамуына әсері. Көп қайталанатын қателіктер тілдік нормаға айналып кету қаупін тудырады. Оқырман мен тыңдарманның тілдік талғамы төмендейді. Таза қазақ тіліндегі сөздердің қолданысы азаяды. Жастар арасында қате нормалар қалыптасады. Жас ұрпақтың тілді қабылдау мен медиананың ықпалы қазіргі жастар ақпаратты бұл интернет пен әлеуметтік желі арқылы алады. Егер осы платформада қате мәтіндер жиі кездессе, жас ұрпақ сол үлгіні санасына сіңіріп, дұрыс емес тілдік құрылымдарды үйренеді. Мәселенің алдын алу жолдары. Журналистер мен редакторлардан тілдік норма бойынша тұрақты оқыту ұйымдастыру. Бақта жұмыс істейтін мамандардың тіл біліктілігіне талап қою, медиа өнімдерін сараптап, мониторинг жүргізетін орталықтар құру. Қате мәтіндерге қатысты қоғам тарапынан кері байланыс жүйесін дамыту. Тіл саясатын насихаттауға арналған мемлекеттік жобаларды күшейту. Қорытынды. Медиа мәтіндегі тілдік қателер. Қазіргі қазақ тілінің мәдениетіне тікелей әсер ететін маңызды факторлардың бірі. Тілдің тазалығы мен дамуы әрқайсымыздың жауапкершілігімізде. Ақпарат құралдарында тілді сауатты қолдану, ұлт болашағына қосылған үлес. Сондықтан бұл мәселе ғылыми тұрғыда да, қоғамдық тұрғыда да терең зерттеліп, нақты шешімдер қабылдауы. Қате сөздер қазіргі таңда қарапайым тілдік нормалармен шатастырылды. Мысалы, туылған күн емес, орфографияда туылған күн болады. Себебі бізде қате сөз. Тіпті мұнда алдыға, қате сөз, яғни қазақта сөз жоқ, алдыға деген, яғни алға. Айландыру емес, айландыру болады. Қате сөздерді ойын арқылы балаға тез жеткізуге болады. Гарнаусында оқып қойса Мысалы, коммуникация сөзі, коммуниция және коммуникация. Бұл осы сөздерді бала көбірек санасына сіңірсе, бұл қате сөздер баланың миына қалыптасады. Қолшымыз оны дереу алдын алуымыз керек. Яғни бұл дұрыс коммуникация болады. Мысалы мына сөз жоқ қой. Қате жазылды. Депривация ма? Да ма? Қате жазылды.
Мы живем читаешь. Бүгінгі қорыта айтсам, адамзатта сауатты болу ең алғашқы парыз. Сауатсыздық ол ұлт мәдениетіне, ұлтқа деген сыйластықтың бір бөлігі деп санаймын. Сол себепті сауаттылықты дұрыстау үшін осындай программалық ойындарды ұсынамын. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Қайнарбұлақ негізгі мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Қожабек Кәрімбекқызымын. Менің бағытым жарыстық сынып бағыты және менің тақырыбым фастфуд немесе жеңіл тағамдардың адамның денсаулығына зияны. Менің жоспарым фастфуд тағамдарының құрамы және адам ағзасына әсері, фастфуд тағамдарының оң және теріс жақтары, мектеп оқушыларына жүргізілген сауалнама қорытындысы, кешкі және чипсы өнімдеріне және кока-кола сусынына сапалық реакция. Фастфуд өте тез дайындалып, қолжетімділігі жоғары саналатын тағамдар. Фастфуд термині тағам деген мағынада қолданылады және бұл тағам өте тез дайындалады. Ал бұл тұтынушыға өте қолайлы. 1920 жылы ең бірінші фастфуд тағамы Америкада қолданысқа ие болды. 1921 жылы Канзаста White Castle атты компания ашылып, алғашқылардың бірі болып гамбургер дайындады. Бұл компания келушілердің гамбургердің бағасын тұрақтылығымен жаулап алды. Бірақ тағамның сапасы мен құндылығы жөнінде компания басшысы ойлаған жоқ. 1940 жылдардың соңында White Castle компаниясының мықты бәсекелесі болып, Макдональдс компаниясы көтерді. Сол жылдан бастап Макдональдс компаниясы алкоголь компаниялардың бірі болды. Қазіргі уақытта шаурма, сэндвич, чебурек, пицца, чипсы сияқты және түрлі газдалған сусындар көп. Бірақ олардың сапасы мен құрамында не бар екен? Жоғарыда аталған барлық тағамдар фастфуд қатарына кіреді. Фастфуд тағамдардың біреулері күнде жеп ішсе, біреулері анда-санда ғана тамақтанады. Тамақты үйде дұрыстап дайындауға мүмкіндігіміз болмағанда, ол бізге қолайлы, тиімді тамақ ретінде келеді. Ол қымбат емес, бірақ өте қауіпті. Денсаулығымыздың қауіпті жауы әрқашанда жанынан табылады. Фастфуд тағамдарының адам ағзасына фастфуд тағамдарының құрамы және адам ағзасына әсері. Қазіргі таңда тез дайындалатын тағам түрлері көбеюде. Тез дайындалатын тағамдар гамбургер, картоплы фри, картоплы чипсы, хот-дог және түрлі газдалған тәтті сусындар. Бұл сусындардың құрамында көптеген консерванттар, ароматизаторлар, бояулар мен қоюландыратын заттар бар. Бүкіл тәтті газдалған сусындарда көмір қышқылы бар. Бұл қышқылдық әсерінен асқазанның үрленуімен кемік пайда болады. Тәтті газдалған сусын құрамында оның дәмін, иісін, түсін жасарту үшін химиялық қоспалардың барлық түрлері қолданылған. Тәтті сусын қауіпті аллерген болып саналады. Тәтті газдалған сусын құрамында көп мөлшерде қант бар. Сондықтан мұндай сусындар қант диабетімен және бауыр, бүйрек, асқазан ауыратын адамдар үшін өте қауіпті. Оның орнына химиялық қоспалары аз сусындарды ішкен жөн. Фри көпшіліктің арасында кеңінен жайғаны соншалық оның сатылымының көлемі шикі картоптардан да асып түсті. Мысалы, еттер 2013 жылы америкалықтар 3 миллион тонна картофель фри жеді. Фастфуд тағамдарының кеңейтек алуы америкалықтардың күн сүйемелдеуіне әкелді. Бақылау орталығын есептеуінше семіздіктен жылына 248 мың адам өледі екен. Гамбургер. Бір гамбургер құрамында 46% тұз, 45% майлар, ал бұл бір күндік норма. Және бұдан басқа 25% калория және холестерин бар. 15% көмірсутек, 10 грамм қант және 1,5 грамм зиянды майлар. Котлеттер грилде дайындалғандықтан құрамында консерванттар болады. Гамбургерге арналған етте арнайы қоспалар болмауы да мүмкін. Бірақ тоқаш құрамында борлы бидайлы ұн, зиянды майлар, силикаттар, карбонат және сульфат натрия, қамыр үшін конденсаторлар, калий пропаны бар. Гамбургерге арналған соус құрамында қант, сироп, майлар, альгинат-хлоризуатты, натрий және калий болуы мүмкін. Сонымен қатар өсімдік өнімдері химиялық тыңайтқыштар, гербицидтер, инсектицидтер көмегімен өндіріледі. Жануарларды өсіру гормоны антибиотикмен жемдейді. Тағам өндірісі фабрикалары өнімдерді табиғи шығымды заттардан айырып өңдейді. Оның орнына өнімдерге синтетикалық дәрумендер, жасанды консерванттар, қоспалар, ароматизаторлар қосады. Бізге ұнай ма, ұнамай ма, біз химиялық сұйық заттарды амалсыздан қолданып келеміз.
Алайда бұл өнімдердің нарықтық құндылығы төмендейді. Ал адам ағзасында олар ақырын, прогрессивті түрде ағзалар мен жасушаларды бұзады. Бұл әртүрлі ауруларға, яғни ерте қатерлі мезгілсіз өлімге әкеледі. Азық-түлік сатылған кезде өнімнің тауар құлақшасындағы, яғни этикеткасындағы канцерогендік заттар туралы мәліметке мұқият назар салған жөн. Ең жоқ аурулардың бәрі де осы канцерогендік заттардан туатынын ғылым дәлелдеп отыр. Егер тамақтың тауар құлақшасында құрамында Е деген зат бар болса, онда өнімге азықтық қоспалар, химиялық дәмдеуіштер, жасанды бояу қосылды деген сөз. Олар өнімді бұзуда сақтайтын күшті реагенттер. Сау адамды науқас қылатын да дәл осы реагенттер. Дүниежүзілік тағам өндірісінде азықтық қоспаның 3 түрін мүлдем қолдануға тыйым салынған. Олар Е121 қызыл цитрус тағамдық бояуы, Е123 амарант бояуы, Е240 формалдегид консерванты. Өнімдердің дәмдік қасиеттері туралы айтатын болсақ, натрий глутаматы туралы айтпауға болмайды. Бұл тағамдық қоспа кез келген тағамдар мен өнімдердің иісі мен дәмін күшейтеді. Көбінесе ол MSG атауымен өнімнің құрамында жасырылады. Сонымен қатар еуропалық коды E621 бар. Осы тағамдық қоспасы бар тағамдарды шамадан тыс тұтыну нәтижесінде Альцгеймер ауруы, бүйрек жеткіліксіздігі, ас қорыту проблемалары, бронх демікпесі және түрлі аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Консерванттар денсаулыққа зиянды тағамдық қоспалар болып табылады. Олардың көмегімен өндірушілер өнімнің сақтау мерзімін арттырады. Консерванттар биохимиялық реакцияларды бұзады және нәтижесінде өнімдердегі микроорганизмдердің өсуіне жол бермейді. Ерекше зиянды және тыйым салынған консерванттарды қоспағанда, қалғандары тек көп мөлшерде қолданғанда және дене жиналуына байланысты зиянды. Кейбіреулері ағзадағы дәрумендерді бұзады, ал басқалары канцерогендер болып табылады. Консерванттар ішектің қалыпты микрофлорасына теріс әсер ететіні белгілі. Тұз. Фастфуд құрамында тым көп тұз бар. Артық тұз бұл жоғары қан қысымы. Тиісінше бас ауруы, жүрек ауруы, құлақтағы шу, көру қабілетінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Қант. Адам ағзасында қант глюкоза мен фруктозаға бөлінеді. Олар бірден қанға енеді. Глюкоза адам үшін өте маңызды зат, ал фруктоза ғалымдардың пікірінше пайдасыз ғана емес, тіпті зиян келтіруі мүмкін. Жоғары калория мөлшері. Фастфудтың тағы бір басты кемшілігі тағамдық құндылығы төмен бола тұра жоғары калориялы болуы. Жалпы орташа денелі ересек ер адамға тәулігіне 2500 кал, ал әйел адамға 2000 кал қажет. Тағамның артық қуаты бұл семіздіктің негізгі себебі. Майлар. Көбінесе бұл трансмайлар туралы. Олар кейде табиғатта да кездеседі, бірақ біздің ағзамызға енетін трансмайлардың әлдеқайда көп мөлшері жасанды шыққан. Алдымен мұндай майлардың зияны байқалмады. Тағы презентацияда беттер бар ма тағын? Иә бар. Сен сол беттерін жайлап бір тоқталып өтесің ба? Өйткені уже 8 минут болғанда бір оқушыға. Фастфуд тағамдарының оң және теріс жақтары. Мысалы, Кока-коланы алатын болсақ, Кока-кола топты жақсы кетіреді. Үйдегі қолданыстан шығып қалған металл заттарды бірнеше сағат осы сусынға салып қойып ысқылап жүрсақ, сол зат тазарып шыға келеді. Ол терезені жақсы тазартып жуады. Сосын фастфуд тақырыбын зерттеу барысында мен бұл құбылыстың оң жақтарын тапқым келді. Бірақ өкінішке орай, дәмді және жылдамдығынан басқа өзімізге қажетті ештеңе таба алмадық. Ешқандай пайдасы туралы сөзді кездестірмедім. Және мен осы ғылыми жоба барысында лицейіміздің оқушыларына сауалнама жүргізген болатынмын. Оқушылардың 5% ғана үй тағамдарымен қамтылса, қалған 95% фастфуд түрін қолданады екен. Енді қорытындылай кетсем,
деген фастфуд жасөспірімдердің есте сақтау қабілетін біржола нашарлатады. ақш ғалымдары фастфудты көп жеу есте сақтау мен оқуға жауап беретін нейротрансмит ацетилхолиннің деңгейіне әсер етеді деген тұжырымға келген. Сонымен қатар ғалымдардың айтуынша бұл процесс қайтымсыз, яғни дұрыс тамақтануға көшудің өзі нәтиже бермейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Автобусында жұмысын тыңдағандар құрметті біздің ғылыми жобаны қорғауға келген оқушыларымыз барлықтарын өте тамаша керемет қорғап шықтыңдар. Тақырыптарды өмірге байланысты қазіргі ең керекті мәселелерді алғасыңдар. Тақырыптар өте керемет, жақсы, маған өте ұнады. Катодтан энергия алу деген тақырып өте керемет тақырып. Қазіргі заманға байланысты энергияны үнемдеу, энергияны қолдану, бұл физика, химия пәндерімен күнделікті өмірмен байланыстыра отырып, күнделікті мысалы күнделікті үйде мына жарық сөніп қалған жағдайда қандай үйде жарықты қолданамыз. Маған өте қатты ұнады осы тақырып. Бұны бізде 8-ші Әсім Бұқарбаева Айна деген оқушымыз қорғап шықты. Бұл маған өте тамаша ұнады. Келесі тақырыбымыз Тұрсынбаева Іңкәрдің ағылшын тіліндегі кейбір программалар деген тақырыбы өте тамаша керемет. Қазіргі өмірге өте қажетті, яғни үш тілділіктің бір-біріне деген байланысы, ағылшын тілінің күнделікті өмірге қажеттілігі және баланың жан-жақты дамуына өте өзіміздің қазақ тілі, басқа қосымша орыс тілі, ағылшын тілдерінің өмірдегі тиімді және пайдалы жақтары өте ашық, керемет айтып шықты. Зерттеу жобасы өте қонымды және жобаның құрылымы да өте тамаша. Маған да бұл тақырып өте тамаша болды. Және Қожабек Іңкәр 8 жасының оқушысы, жетекшісі Құлсарова Гүлжахан Ақжайық екен. Бұл да күнделікті қазіргі өмірге байланысты фастфуд тағамдарының оң және теріс жақтары. Бұл тақырып өте керемет, дәл қазіргі өмірге байланысты алынып отыр. Қазір балалардың тілдерінің кеш дамуы, балалардың жаңағы сана сезімдерінің кеш дамуы, тілдерінің кеш шығуы, ойлау ой өрістерінің төмен дәрежеде дамуы, менде ойлаймын фастфуд тағамдарының өте көп қолданылуы. Қазір жас ата-аналардың өздері осы тағамдарды күнделікті қолдары тимеді ма, неге байланысты екенін білмеймін, осы тағамдарды алдыртып үйде отбасында алып жеп отырады. Бұл тағамдардың өздеріне сәл уақытша баланы тудырғанменен бұл тағамның ағзаға зиян жағы көбірек ой бөле бермейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тақырыпты өте керемет, қазіргі өмірге өте қажетті, әсіресе жас отбасылар үшін, және жастар үшін өте қажетті тақырып екен. Бұл тақырыпты өте керемет, жақсы дәрежеде ой өрісі, өзінің баланың 8 жасының оқушының жас ерекшелігіне байланысты өте тамаша қорғап шықты. Келесі 8 жасының оқушысы Тұрсынбаева Іңкәр медиа мәтінді қателердің қазақ тілінде дамуына кері әсері. Бұл да өте керемет тақырып. Яғни біздің ең қарапайым нәрсе күнделікті телефонда бір-бірімен оқушылар хабарласқанда өте көп 10 сөзді сол 10 сөзден 10 қате шығады деп айта аламын. Себебі мен күнделікті өзім оқушыларымнан да және күнделікті өзім немерелерімнен көріп жатамын. Бұл өте балалардың сауатсыздығына келіп тіреледі. Себебі бала сауатсыз болса, онда ол өз қазақ тіліндегі сөзді қорын дұрыс пайдаланбаса, сөз қоры дұрыс дамымаса, онда ол бала келесі орыс тілдерін, ағылшын тілдерін игере алмайды деп айта аламын. Сондықтан мына жердегі қателердің қазақ тілінде дамуына кері әсері өте жоғары деп айта аламын. Сондықтан әрбір сөзі аз шықса да бала қатесіз дұрыс жаңа жүріп ойлайды. Және бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, балалардың жазу үлгісі мен айту үлгісінің арасында үндестік байланыс болу керек деп ойлаймын. Бала қалай естісе, солай жаза салады. Жаңа ең оңай жаңа оқушымыз, қорғалатқан оқушымыз Құлсарова айтып шықты. Туылған күн деген туған күн деп қысқартып жазып кете береді. Бірақ әрбір сөздің мағынасы дұрыс қолданылған, туылған күн бар, оның туылған күні, менің туылған күнім деген сияқты сөздерде сөздік арасында байланыс қорлары өте төмен болып келеді. Міне осыны ашып Іңкәр деген оқушымыз
қазақ тілінің дамуына кері әсер ететін сөздерді әдемілеп бізге көрсетіп берді. Бұхарбаева Аня деген қызда жаңағы оны айтып кеттім оны иә. Одан кейін жаңағы орыс тіліндегі тақырыпты өте керемет және тағы да ағылшын тілінде үйретудегі тиімді программалар. Бұл да керемет тақырып, зерттеу жұмыстары өте қонымды, пікірлері дұрыс жазылған, баланың осы зерттеу жобасынан құрған жоспары өте керемет, бала толығымен жобаны қорғап шықты деп айта аламын. Жақсы, менің ой-пікірім осы. Осы біздің нәтижелі комиссия мүшелерінің қорытындысы бойынша оқушылардың барлық жұмыстары өте өмірге қажетті тақырыптарды алғаны үшін рахметімізді айтамыз. Және біз жоғарыға осы оқушылардың барлық жұмыстарын жоғарыға қалалық ғылыми жобаларға ұсынып отырмыз. Рахмет.